Жұмыспен қамту орталығының мамандары күніне 400-500 тұрғынға қызмет көрсетеді. Олардың басым бөлігі атаулы әлеуметтік көмекке құжат тапсыруға келеді екен. Солардың бірі Меруерт Сандыбаева. Көпбалалы ананың сөзінше соңғы рет тағайындалған атаулы әлеуметтік көмек суммасы 12 000 теңгеге қысқарған. Себебін білу үшін мамандарға жүгініпті. Мен өзім көпбалалы анамын, күйеуім жұмыс жасайды. Мен үйде отырам, бала күтіміндемін. Кішкентайым 3-ке толмаған, 2-де қазір. Басында 74 мың алатынмын, қазір 62 мың болып қалды. Соны білуге келіп отырмын қазір. Тағайындалатын қаржы отбасының жиынтық табысына байланысты өзгеруі мүмкін дейді мамандар. Бекітілген ережеге сәйкес атаулы әлеуметтік көмек отбасының әрбір мүшесіне жан басына шаққандағы орташа табысы өңірлік ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен азаматтарға тағайындалады. Биыл бұл көрсеткіш Шымкент қаласы үшін 25 031 теңге болып бекітілді. Бірінші тоқсанында 25 031 теңге болды. Егер де сол отбасына шаққан кезде отбасының жиынтық табысы сол суммадан аз болса, мысалы 50 теңге аз болса, сол ақша тағайындалады үстінен. Ол 100 теңге тағайындалуы мүмкін, 500 теңге тағайындалуы мүмкін, может 50 000 теңге тағайындалуы мүмкін. Ол отбасының жиынтық табысына байланысты. Үшінші мегаполисте өткен жылдың соңында атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны 75%-ға азайған. Оған отбасының еңбекке жарамды мүшесінің тұрақты жұмысқа орналасуы себеп. Жыл басынан бері мемлекеттен әлеуметтік көмек алуға 12 000-нан астам өтініш келіп түскен. Оның 3 000-ға жуығы құжатты алғаш рет тапсырғандар. Қазір бұл құжаттар учаскелік комиссияға жолданған. Айта кетсек, бұдан былай аталған көмекке қанша теңге тағайындалғаны туралы ақпарат тұрғынның ұялы телефонына SMS арқылы келетін болады. Жылдың басынан бері арыз шағым түскен жоқ, себебі азаматтардың өтініштер енді қабылданды. Ол азаматтарға ешқандай отбасыға әлі ақша тағайындалған жоқ, себебі жылдың басы қазір осы айдың соңына шейін тағайындау жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін барып ол азаматтарға биылдан бастап телефон номерлеріне, бізге берген телефон номерлеріне SMS болып барады, тағайындалған сомасы. Егер отказ болса, атаулы әлеуметтік көмек көрсетілмейтін, ол да SMS болып барады. Онда жоқ еді. Осы 22 жылдың осы жаңа жылдан бастап осындай функция қосты. Төтенше жағдайға байланысты 9 000-нан астам жанұяға атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау автоматты түрде ұзартылған. Бұдан басқа шаһарда атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тетігін іске асыру үшін табысы аз отбасылардың мектеп жасына дейінгі балаларын кепілдік берілген әлеуметтік топтамамен қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізілуде. Ал үшінші мегаполисте қосымша тегін азық-түлікті тарататын мекеме әлі анықталмаған. Сондықтан азық-түлік себетінде қандай өзгеріс болары әзірге белгісіз. Азиза Мадияр, Ербол Махашев, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.